Ассалаумағалейкум, армысыздар, Сараға сәуленің аса құрметті көрермендері. Алдарыңызда әдеттегідей педагог, қоғам белсендісі Жұмабек Әлімханұлы. Бақыт деген не? Бақыт туралы сіз не айтасыз деп сұрай қалса, әр адам әртүрлі жауап беретін сөзсіз. Біреу бақыт байлықта десе, біреу бақыт бастың амандығы, деннің саулығы дейді. Біреу, адам болып өмірге келген соң адамдық атқа лайықты болып, Құдай берген ғұмырды қадір қасиетін сақтай отырып өмір сүру, өз құнын жаратып кету дейді. Біреу бақыт атақ абыройда дейді. Біреу табысқа жету, әр жағынан адам кемелденген тұлға болып қалыптасу деген сияқты жауаптар берілетін сөзсіз. Адам өмірге келген соң бұл өмірде, жарық дүниеде бақытты болып жасауға әркімнің қақысы бар. Енді жаңағы көбінесе материалистік көзқарас алға озған мына заманда бақыт байлықта, баршылықта деген сияқты көзқарастың алға озатыны түсініктенді. Сосын енді бастың амандығы, деннің саулығы деген. Енді осы байлық туралы кезінде енді аталарымыздан қалған сөз деп айтып едік қой. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық, үшінші байлық онсаулық деп. Бұл сөздің негізінде толық айтпай жүр екенбіз біз. Бұны Бұқар жыраудың сөзі деп айтылып жазылып жүрген жерінен енді мен көрдім, оқыдым. Ол кісі біз айтқандағыдай 3 байлықпен тоқтатып қапты, 7 байлыққа жеткізіп айтқан екен. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық еркіндік, үшінші байлық күш қуат, төртінші байлық тіл байлық, бесінші байлық ақжаулық, алтыншы байлық балаңыз, жетінші байлық жүз саулық деп түйіндепті. Біз осы 7 байлықтың ішінде 3-ін ғана теріп алып айтып жүр екенбіз. Енді Бұқар жырау бабамыздан енді осындай керемет дана сөздер қалған. Өздеріңіз білесіздер, Абылай ханның ақылшысы болған, халықтың сол дәуірдің жалпы тарихта қалған мінекей дәнішпәні, абыз ақсақалы, жүйрік жырауы, шындықтың семсері. Енді осының артын айту болсын, сонда жаңаген арасында бірінші ретімен айтар болсақ та, сол 7-і енді өз орнымен үйлесіп келіп тұр екен. Дені сау адам, ол ең басты байлық денсаулық, ол талассыз. Дені сау адам ғана тірлік қыла алады, бақытты болуға талпынады. Бақытты болудың алғы шарт емес пе? Екіншісі еркіндік дейді. Дені сау болып тұрып еркіндігі болмаса, қалай бақыттым деледі. Бүгінгі таңда еркіндігінен айырылып, тепсе темізетін қаншама азаматтар түрлі жағдайға байланысты түрмеге тоғытылады. Енді тұтас ұлт ретінде, халық ретінде айтар болсақ, қаншама ұлттар, халықтар басқа елдің отарында, бұғауында еркіндігінен айырылып, бодан болып отыр. Бақыт дей аламыз ба? Ал үшінші жаңағы күш қуат дейді. Соң күш қуаты болу керек. Дені сау, жаңа еркіндігі болған күннің өзінде де әлсіз адамдар жаңа жаратылысынан жалпы мына күш қуат деген рухани жақта күш қуат айтылып отыр ғой бұл жерде. Рухы мықты, өзіне сенімді болу керектігі туралы. Сонда ғана өзінің мақсатына жете алады деген сөз. Жаңағы бақытты болудың сол шарттары толық орындалады деген. Енді төртіншісі тіл байлық дейді. Адамдар қоғамдан жасаған соң адам тілін аспандағы бұлт үйледі дегендей, тілді дұрыс қолдана білу. Жаңағы айтатын сөз уақытында айта білу, айтпайтын жерде тілін тістеп қалу дегендей. Тіл байлығы бұл адамның
рухани байлық. Ал сосын барып 5-ші байлық ақшаулық дейді. Міне көрдіңіз бе, алдыңғы шарттар бәрі орындалып келгеннен кейін барып енді ақжаулыққа сөз сала аласыз, соған сіз дайынсыз. Сосын ақжаулықтан кейін барып әрине 6-шы байлық, балаңыз болады. Ақжаулық болмаса бала қайдан болсын, иә. Ал енді сосын барып 7-ші байлық, жүз саулық дейді. Дүние мүлікті 7-ші орынға қойып айтып отыр Бұқар жырау. Көрдіңіздер ме? Біз ал керісінше көп жағдайда бас ауырмағанның құдаймен жұмысы жоқ деп, деніміз сау, басымыз аман кезде бақытты байлықтан іздейміз де, жаңа 100 саулыққа бірақ 7-ші орынға түсіп кетіп жүрміз. Олай емес. Мінекей ретімен 7-ге бөліп жіліктеп Бұқар жырауымыз айтып берген екен. Даналарымыздан сөз қалған ба? Сосын енді бақыттың бір ұғымын қазақта қызық деп айтады, білесіздер, бала шағаң қызығын көр. Соны қызық деген не деп бір билердің кеңесінде алқа қотан отырғанда осы туралы сұрапты дейді. Сонда бір би тұрып, бұл қызық, байлықта бай болсаң алып та бересің, алып та шыдайсың, беріп те шыдайсың. Жаңағы алдыңа талай адамдар енді байлығың үшін бас ұрады, немесе көп пайдаң тиеді дегендей. Ал екіншісі тұрып, байлық ұрпақ, қызық ұрпақ, суат қанатында ұл мен қыз, мінекей адам мың жасамайды ұрпағы мың жасайды дегенде айтады. Әркім әртүрлі. Біреу жаңағы атақты аңқты айтады, енді елдің бір елеулі сондай тұлға болуды, бәрі қызық, осылай бағалап айтып жатыр. Қызық дегеніміз жаңағы бақыт, Сонда Төле биге сөз кезегі келгенде айтты деген. Байлық қолдағы кір жусаң кетеді, атақ басқа қонған құс ұшып кетеді. Өсіп келе жатқан ұл мен қыз, ұлың ойға, қызың қырға кетеді. Бұл өмірдің қызығы сізбен біз сыйласқанға не жетеді деген екен. Міне енді жарасымдылықпен жаңағы шынайы достардан болып, жанашыр туыстардан болып сыйласып, бір-біріне мейірім шуағын шашып жүргеннен артық бақыт бар ма мына қысқа ғұмырда? Енді бақыт туралы Ағиық ақын Мұқағалидың керемет өлеңін барлықтарыңыз білесіздер. Бақыт деген басталатын бұл өлеңін керемет әнге де айналған, орындап жүр эстрада жұлдыздары. Сонда айтады ғой: бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты болып жүргенің, бақытында басқасында білмеуің, бақытсыз-ақ ойнағаның күлгенің. Бақыт жайлы менің мынау білгенім, бақыт деген бірде шаттық бірде мұң, бақытты сол тәрі кетіп түндерін. Бақыт іздеп азаптанса кімде кім, бақыт деген әркімдерде бір арман, сол арманның шыққан жері құмардан. Ал сен үшін бақыт деген дәл қазір, бақыт жайлы жаза алмаған шығармаң. Бақыт іздеп мал бақ мейлің тасқала, бірақ балам мынан естен тастама. Бақыттысың, бақыт іздеп сорласаң, бақытты боп сорлап жүрсең масқара. Бақытың мен, бақытым деп біл мені, мені білсең бақытыңды білгенің, ал мен үшін ең бақытты күндерім, балам саған бақыт іздеп жүргенім дейді. Қандай керемет жазған бақыт туралы. Осыдан артық не айтуға болсын. Ал енді әрине біз жаңағы дана бабаларымыздың артына қалдырған ақыл сөздерінен, даналығынан, Ағиық ақын Мұқағалидың осы өлеңінен жауап тауып тұрмыз ғой. Тағы да бір керемет сөз бар.
бақытсыз байлықтан, байлықсыз бақыт артық деген. Енді соны жалғастырып айтуға да болады ғой. Қадырсыз атақтан, атақсыз қадір артық. Көрдіңіздер ме? Байлық, бақыт, байлық емес, атақ емес. Әр сәтімізді бағалай білуде, жаңағы басымыздың аман, деніміздің саулығына ең үлкен бақытымыз біздің мың өліп мың тірілген қазақтың көк аспанда көк ту желбіреп, тәуелсіздік таңымен тыныстап, тәуелсіз санадағы ұрпақтардың өсіп келе жатуы, осы ұлан байтақ даламызбен қасиетті қара шаңырағымыз Қазақстанның егемен ел болуы, тәуелсіз отанда өмір сүруіміз, осыдан артық қандай бақыт бар бізге. Әрине біз өмірдің бір мезетті қонағымыз, мәйлі ғасыр жасасақ та мысалы, бір қасқағымды уақыт. Ал отан мәңгілік, отаннан артық бақыт бар ма? Отаннан артық байлық бар ма? Жаңағы адамдық қадір қасиетімізді сақтап жүруден артық бақыт бар ма? Жанашыр туыс туғандарымызбенен, жақын достарымызбенен, ел жұртымызбенен қысқа ғұмырымызда сыйласып жүргеннен артық бақыт бар ма? Бұл әрбір сәтіміз біздің бақытқа толы ғой. Соны бағалай білейік. Ол туралы біз енді әлемде жаңағы табысқа жеткен, мынау Apple, iPhone дейміз ғой, сол атасы деп айтамыз iPhone'ның, Стив Джобс деген кісі. Барлықтарыңызға таныс болар. Көптеріңіз iPhone ұстап жүрсіздер ғой енді. Сонда жаңағы кісінің енді үлкен корпорацияға айналып, мынау жай телефонды смартфонға айландырды. Үлкен ақпарат байланыс, хабарласу саласында төңкеріс жасаған адам. Бұл енді осындай миллиардер, әлемнің бір байы болды, табысқа жеткен, табыс шыңына шыққан адам. Сол кісі енді не бары 58 жыл ба ғұмыр сүрген. 56 жыл дұрыс, кешіңіздер. Сонда 2011 жыл өмірден озды ғой. 8 жыл рак ауруымен ауырып, ұйқы безі рагы болған екен ол кісі. Содан сол кісінің кітабын бар жазып кеткен. Сонда керемет осы бақыт туралы, жалпы денсаулық туралы осы енді адам өміріндегі маңызды екенін айтқан екен, түйіндеп. Сол видеоны мен енді сөз соңында сіздерге ұсынбақшымын. Енді оны TikTok желісінен алып отырмын. Оны өздеріңіз де көрген боларсыздар. Тағы да бір қайталап көріңіздер, артық болмайды. Бақыттың не екенін тіпті де тереңнен түсінейік. Осы бір сәтіміздің өзі менің енді сіздерге өз ойыммен бөлісіп отыруым, сіздердің енді уақыттарыңыз болғанда әрине енді соны тыңдап жаңағы бір-бірімізге рухани азық алмасу болып жатуының өзі бақыт емес пе? Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, сау саламат болыңыздар, әр күндеріңіз шуақты, денсаулықтарыңыз қуатты, ұл-қыздарыңыз асыл мұратты, ұлдарымыз рухты, қыздарымыз қылықты, тәуелсіз егемен елдігіміз мәңгі болсын, өміріміз мәнді болсын. Стив Джобстың видеосын саламын. Енді оны көре кетіңіздер. Аман сау болыңыздар. Жақсылық болсын. Телефонды смартфонға айналдырып, адамзаттың өмір салтын өзгертіп жіберген Стив Джобс 8 жыл бойы жаман аурумен күресіп, 56 жасында ұйқы безінен түскен қатерлі ісіктен қайтыс болды. Оның ақырғы сөзі есеңгіретіп барып ес жиғызады. Бизнесте табыстың шыңына шықтым. Жұрт менің өмірімді табысты адамның үлгісінде көреді.
Алайда өмірде жұмыстан басқа қызық көрмедім десем де болады. Әрберден соң байлық өмірімдегі өзім үйреніп кеткен факт қана. Дәл қазір төсек тартып жатып өткен күндерме көз тастайын да ойға батам. Бар байлығым мен атақ даңқым төніп тұрған ажалдың алдында түктемес екенін түсіндім. Ақшаң болса жүргізуші жалдайсың. Жұмысыңды істеп беретін адамдарды да табуға болады, бірақ қанша ақшаң болса да бойыңдағы ауруды ешкімнің арқасына арта алмайсың. Кез келген затты табуға және сатып алуға болады, алайда өткен өмірді қайтара алмайсыз. Ешқашан сатып ала алмайсыз. Сондықтан өмірің барда оны бағала. Айналаңдағы адамдарға құрметпен қара. Жас ұлғайған сайын адамға ақыл кіреді екен. Сағатың $30 тұра ма, $300 тұра ма, бір уақытты көрсететінін түсіне бастаймыз. Әмиеніңіз $30 тұра ма, $300 тұра ма, оған сиятын ақшаның көлемі бірдей. Көлігіңіздің бағасы 150 ме әлде $30,000 ма, бәрібір. Жол мен қашықтық бірдей, баратын жеріңе сол уақытта жетесің. Нағыз бақыт қолыңда бар дүние мүлікте емес, қандай жағдайда да жаныңда болатын жандармен бірге өткізген сәттерде екен. Сондықтан балаларыңызды бай бол деп тәрбиелемеңіздер, бақытты болсын деп тәрбиелеңіздер. Сонда олар өскенде заттың құнын емес, құндылығын білетін болады. Асты дәрі сияқты аздап ішіңіз, әйтпесе дәріні ас сияқты көбірек ішуге тура келеді. Сізді шын жақсы көретін жандар ешқашан тастап кетпейді. Тастап кетуге 100 түрлі себеп тапса да, табандылық танытып, теріс айналып кетпеудің бір себебін табады. Адам болу мен адамгершіліктің арасы жер мен көктей. Егер жылдам жүргіңіз келсе, жалғыз жортыңыз. Ал егер ұзақ сапар шеккіңіз келсе, бірге аттаныңыз. Менің осы уақытта түсінгенім, әлемде мықты 6 дәрігер бар. Күн сәулесі, демалыс, жаттығу, диета, өзіңе деген сенімділік, достар. Осы дәрігерлерден ешқашан қол үзбеңіз. Денсаулығыңыздың қадірін біліңіз. Әрбір күніңізге шүкіршілік етіп, әрбір сәтіңізден ләззат алып өмір сүріңіз. Стив Джобс кітабынан үзінді.